Шымкент қаласында көкпардан көптен бері тағатсыздана күтіп жүрген Қазақстан кубогы басталды. Бұл жарыстың ерекшелігі клуб аралық форматта өтеді. Енді бұл үлгідегі жарыс біраз уақыт талқыланды, біраз уақыт жоспарланды және жыл басында Қазақстан көкпар федерациясының президенті Айдарбек Қожаназаров оны нықтап қолға алатынын жеткізген болатын және дәл осы жыл бойы әртүрлі аймақта кішігірім форматтағы пилоттық негіздегі жарыстар өткізілді. Ал енді Шымкентте оның қорытындысы десек болады, яғни алғашқы рет осы ауқымды үлгіде республикалық деңгейде клуб аралық Қазақстан кубогы басталды. Бас аяғы 10 команда жиналды. 10-ға жуық команда осында басын қосып, енді мына топтық кезеңде және плей-офф кезеңдерінде өзара мықтыны анықтайды. Ал сарапқа салынатын жүлде қорының жалпы саны 28 миллион теңгені құрайды. Бұл жарыстың маңыздылығы жалпы еліміздегі ұлттық құрамаға кіре алмай жүрген клубтар бар, жеке клубтар бар, бюджеттік клубтар бар деген сияқты барлық жеке командаларға да барлығына рұқсат беріліп отыр. Бұл жерде енді осы көкпар спортымыздың қаншалықты спорттық аттармен білінбей көрінбей жүрген шабандоздарды анықтау басты мақсатымыз осы. Және осы жарыстар арқылы біз көп нәрсені көзіміз жетеді деп отырмыз. Клубаралық форматтың енді бірнеше ерекшелігі бар. Бұған дейін әр аймақтан бір ғана құрама жасақталып, яғни 12 жылқы және 12 көкпаршы іріктелініп алынып, сол аймақтың атынан республикалық чемпионатқа қатысатын еді. Ал клубаралық форматта бұндай шектеу жоқ, яғни бір аймақтан бірнеше команда қатыса алады. Оның ішіндегі жігіттердің тұрғылықты жері немесе басқа да факторлары маңызды емес, яғни көптеген шектеулер алынған. Бұған қоса аттардың да санына қатысты шектеу алынған. 16 бірдей атты тіркеуге болады. Оларға арнайы чип орнатылады және ойынға араластыруға мүмкіндік бар. Енді ең басты мақсаты айта кету керек, бұнда көрші Қырғыз елінен келген қатысушылар да бар, яғни қазақстандық командалармен бірлесе жарысқа араласып жатыр және осы жердегі негізгі мақсат дәл осындай жарыстар арқылы енді шеберлік шыңдау, тәжірибе алмасу және қазақ-қырғыз арасындағы осы көкпардағы ынтымақтастықты бекемдей түсу дейді мамандар. Бұл турнир жаңағы достықтың мекені десе де болады. Себебі қазір Жетісу облысының құрамында, мына Меркенің құрамында қырғыз бауырларымыз ойнап жатыр. Бұл біріншіден спортшылардың арасында достықты арттырады. Одан кейін мына көкпар каптың, Қазақстан көкпар каптың келешектегі деңгейін көтеруге бастама десек те болады. Сондықтан да жаңағы айтып жатыр ғой, достықтың мекенінде бізге спортшылардың барынша араласып, құраласып, дос болып ойнағаны керек. Ұлттық спорт бәрімізге ортақ. Қазақстан кубогы 24 қарашаға дейін жалғасады. Жоғарыда айттым, алдымен топтық кезең ұйымдастырылады, одан кейін плей-офф, жартылай финалдық ойындар бар және осының арқасында қазақ жігіттер, әсіресе ұлттық құрамадағы жігіттер жақсы шыңдала түсу керек. Осы командалық ойынның негізі яки жүйесі қалыптасады деген үміттеміз. Бұл енді жылдың қорытынды соңғы жарысы, барлығы ойдағыдай өтіп, барлығы сәтті өтіп, алдағы жылдары тұрақты ұйымдастырылады деген үміттеміз және сол арқылы Қазақстанның көкпары жаңа деңгейге көтеріліп, жаңа негізде дамиды дегенде сенім бар. Сондықтан басы қасындағы жігіттерге және қатысушыларға тек қана сәттілік тілейміз. Аслан Қаженов, Руслан Алиев, 24 KZ.